Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен тауық етінен рулет жасайтын боламыз. Өте дәмді және кез келген ассортидің сәні болары сөзсіз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Алдымен қара өрік пен сары өрікке қайнаған су құйып жұмсауға біраз уақытқа қалдырамыз. Менде қара өрік болған жоқ, сондықтан тек сары өрікті қолдандым. Ал енді тауық етінің фаршы өте бір жұмсақ болып, былшылдап кеткен болуы керек емес. Біздің рулетіміз дұрыс оралмай қалуы мүмкін, сондықтан кішкене мұздай болып, қаттылау болып тұрғаны дұрыс. Тұз, қара бұрыш, жұмыртқа, тауық етіне арналған дәмдеуіш приправа, яғни паприка, дәміне қарай қосып, жақсылап мұжып араластырамыз. Міндетті түрде өте жақсылап қамыр илегендей етіп араластырамыз. Рулеттегі ең маңызды жайт осы, яғни жақсылап ұрғылап біркелкі болғанша араласып кетуі керек. Сонда біздің рулетіміз піскенде шашылмай біркелкі болып пісіп шығады. Міне осылай әбден ұрғылаймыз. Асықпай әбден ұрғылаңыздар. Ал енді фольгамызды төсеп, әбден ұрғыланған массамызды салып, тегістеп шығамыз. Тегістегенде бір жері жұқа, бір жері қалың болып қалмасын, барлық жері біркелкі етіп, жақсылап жұқалап жайып аламыз. Арасынан осылай нори салып жіберуге болады. Бұл қажет емес, тек бұл сәндік үшін ғана. Бұл сушидің заттары сататын жерде сатылады. Сушиға қолданылады негізі. Жаңадегі сары өрігімізді осылай ұзыншалап кесіп алып, арасына қойып шығамыз. Қара өрігіңіз болса, қара өрікті де қойып шығуға болады. Ал енді мұқият ораймыз. Осылай жақсылап орауды бастаймыз. Арасы қуыс болып қалмайтындай етіп, арасында ауа қалып кетпейтіндей нығыздап орап шығамыз. Видеоны мұқият қараңыздар. Осылай фольганың көмегімен үстінен қаттылау басып тұрып, екі жанына қарай қолымызбен тартамыз. Міне осылай екі жанына ішінде ауа қалып кетпендей етіп тартып, орап отырамыз. Видеоны мұқият қараймыз. Міне осылай тартып, фольгамен жақсылап ораймыз. Тағы да 2 рет, барлығы болып 3 рет фольгамен орап шығамыз. 3 қабат фольга болады. 2 қабат болмайды, себебі біздің ішіндегі тауық етіміз кішкене күйіңкіреп шығуы мүмкін пешке салғанда, сондықтан 3 қабат етіп жақсылап орап аламыз. 2 шеті ораулы болуы қажет. Осылай 3 қабат етіп, 2 шетін жақсылап бекітіп отырып ораймыз. Ішіне ауа кіріп шықпайтындай етіп жақсылап орап аламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 40 минут шамасында пісіреміз. Піскен соң 10 минуттан кейін фольганы шешіп, басқа фольгаға орап, морозилкада 3 сағат немесе холодильникте 1 күнге қалдырамыз. Сонан соң ғана кесуге болады. Сонда біздің рулеттеріміз шашылмай, осылай жақсы кесілетін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кейінгі видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Умида.